Соңғы 3 жылдары өңірлер жалпы сомасы 52 миллиард теңгеге 111 денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларды іске асырды. Конкурстық рәсімдері өткізу сатысында тағы да 93 жоба бар. 83 жоба әзірлеу сатысында. Өңірлер басымдықпен амбулаториялық емханалық қызмет объектілерін салу және оны пайдалануға беру бойынша жобаларды, сондай-ақ медициналық техника мен жарақтандыру бойынша жобаларды іске асыруда. Өңірлердің әкімдіктері бекіткен денсаулық сақтау инфрақұрылымның дамытудың перспективалық жоспарларына сәйкес 2025 жылға дейін инвестицияларға қажеттілік 1,3 триллион теңгеден астамды құрады. Амбулаториялық емханалық және стационарлық объектілердің құрылысының жобаларын іске асыру үшін медициналық қызметтер үшін тарифті төлеу мен сервистік моделін, сондай-ақ объектің мемлекеттік меншікке береген жағдайда инвестицияларды өтеумен келісім шарттарды пайдалану ұсынылады.